Мына мен істеп жүрген порт құрық Ақтаудағы. Мынау тұрған міне алюмин. Көрдіңіздер ме? Мынаның ішіндегі мед. Өскемен жезқазғаннан әкеліп жатқан. Міне алюмин. Қанша партия кетіп жатыр. Фирмамыздың ашылғанына 5 жыл. Мен осыны Астанада жұмыс істеп жүргенде, осы тоже ТЛЦ, торгово-логический центр, Қарағанды трассының бойында. Русалка деген атпен келген россиялық дейді, негізі алюмин. Алюмин россиялық емес, өзіміздің Павлодардікі, Арқалықтан шығады. Арқалықтың бокситі Павлодарда өндіреді, қайтып өзіміз әкеп Русалка деп, оны Өзбекстанға сатқызған. Онда да осындай видео түсірген тұғым. 2019, как раз сол кездерде митингі шығып, бір алып шыққан кезде. Сол кезде түсірген, міне тағы да түсіріп жатырмын, алдында да түсірдім. Міне осының сұрауы кімге? Сәлмаға естіп отырсаңыз айтыңызшы. Бұны қалай талап етеміз? Мынау вагонмен кетеді. Бір вагонға 43, бір танкерге 43 вагон кетеді. 77 вагон кетеді. Бидайдай, арпадай. Мына келіп атқанда міне 1 жыл, 2 жылдың шамасы болды міне. Бұл бассыздық. Бұл енді Құдай біледі, халықтың қалтасына түсіп жатқан жоқ бұл.